рухани үш бәйтерегінің бірі кемеңгер ағартушы Ыбырай Алтынсариннің кесенесі Қостанай қаласынан 7 шақырым жерде орналасқан. 1961 жылы ұлы педагогтың туғанына 120 жыл толуына орай оның жерленген жеріне гранит тасы апарылып қойылды. Ал ең бірінші Ыбырай Алтынсариннің кесенесі 1991 жылы оның 150 жылдығы мен еліміздің тәуелсіздігін атап өткенде салынды. 2017 жылы осы кесенені Қазақстанның киелі жерлер картасына енгізгендіктен, рухани жаңғыру бағдарламасы шеңберінде аймақтарымызда мәдениетіміз бен тарихымызды ұлықтауға бағытталып, жаңартылған болатын. Сырты Маңғыстаудың ұлы тасымен көмкеріліп, ұлттық нақыштағы ою өрнектері ойылып жасалынғаны көздің жауын алады. Реставрациядан кейінгі биіктігі 5 қабаттық үймен тең келсе, қорымның жалпы ауданы бұрынғыдан 2 есе кеңейтіліп, 64 шаршы метрді құрады. Мен үшін білім мен ғылым жолына деген құштарлықты ашқан адам Ыбырай Алтынсарин болып табылады. Ол тарих беттерінде Қостанай қаласындағы тұңғыш орыс-қазақ училищесінің негізін қалаушы атымен белгілі тұлға. Өмір бойы қазақ жастарының салауатты, білімді болуына бар жігерін жұмсаған қазақ халқының аса көрнекті ағартушы педагогі, жазушы, этнограф, фольклоршы және де қоғам қайраткері. Сәлем достар, мен бүгін барлығыңызды Ыбырай Алтынсарин кесенесіне экскурсияға шақырамын. Жүріңдер. Қоңырауды тұңғыш рет Ыбырай атамыз балаларды мектепке шақыру үшін қолданды. Содан бері 1 қыркүйек білім күнінде оқушылар қоңырау сыңғырын естіп, мектеп табалдырығынан аттайды. Ұлы педагогтың бастауымен қоңырау қазіргі таңда барлық білім беру мекемелеріне ортақ нышанға айналды. Ыбырай Алтынсарин кесенесінің аймағында орналасқан қорымда оның атасы Балғожа би, әкесі Алтынсары және тағы да басқа туыстары жерленгендігі жайлы ақпарат қара гранит таста жазылған. Көзі тірісінде Ыбырай Алтынсариннің ашып берген 14 мектебі мен училищелердің нақты орындары мәрмәр тақтадағы ойылып жасалған картада көрсетілген. Атамыз өзінің педагогикалық қызметінде оқушылардың тәрбие мәселесіне ғана емес, еңбек білімінің мәселелеріне де үлкен назар аударуы, оның мамандықтарды оқытатын оқу орындарын ашуға жетеледі. Сонымен қатар, Қазақстандағы әйелдерді оқыту ісінің басталуы да ұлы ағартушының есімімен байланысты. Ол қыздарға тұңғыш мектеп-интернаттың іргетасын қалады. Ыбырай атамыздың қазақ ұлттық мектептерінің қалыптасу жолында тындырған толағай тірлігі еліміздің ағартушылық тарихында орасан зор өзгерістердің орын алуына себепші болуы, қазіргі таңда қазақ жастарының бірі қалмай сауат ашуына мүмкіндік туғызды. Бұл ел жадында ұмытылмастай терең із қалдырып кеткен ұлы ағартушының ауыр еңбегі. Адамның артында қалдырған игі ісі ешқашан ел жадынан өшпейді демекші, қазақ даласына білім нұрын сепкен ұлы педагогтың ұлағаты ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, әрбір қазақстандықтың жүрегінде сақтала бермек.